Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұрмыстық қалдықтардан бұйымдар жасау. Біздің жаңағы әртүрлі заттар жасау үшін бізге бұл жердегі керекті жаңағы құрал жабдықтарымызбен танысып өтейік. Бізге керекті мынандай желін, бакалашка. Осы бакалашка және фетр матасы, қатты кардон, оны кесетін канцелярский пышақ және қайшы, ыстық клей. Бізге керекті құрал жабдықтар. Біз бұл жерде жасайын деп отқан жұмысымыз жаңағы біздің оқушыларға қатысты карандаш, қайшы бұйымдарын салып қоятын ыдыс. Бірінші біз бұл жерде ең бірінші қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Қауіпсіздік ережесін сақтаған кезде біз мынандай пышақтармен жұмыс жасаған кезде үлкен адамның көмегімен жұмыс жасаймыз. Қараңдар, бакалашканың дәл мойнынан канцелярский пышақты пайдалана отырып кесеміз. Бас жағын және түбін алып тастаймыз. Қауіпсіздік ережесін сақтап отырып істейміз. Қолымызды кесіп кетпеу үшін. Және мынандай қайшымен шеттерін туғап қырқып аламыз. Мінекей бізде мынандай бакалашкамыздың несі дайын болды. Енді осыған ыстық клейді пайдалана отырып және жаңағы биіктігі 15 см бакалашкамыздың фетр матасын осыған орап клеймен, ыстық клей арқылы жабыстырамыз. Мұқият қараймыз, балалар, қыздар. Екі бетін орап және жабыстырамыз. Ыстық клейді қолданғанда қолымызға абай боламыз. Көрдіңдер ма? Енді осының шетін қайшымен қырқу арқылы бакалашканың шетіне жабыстырып шығамыз. Мынандай қылып әр нені қиып шығамыз. Қараңдар. Бакалашканың тұсына дейін. Осыған ыстық клейді жаға отырып, ішке қарай жабыстырамыз. Екі бетінде астында үстінде осылай қырқып шығамыз. Бұл бізге жаңағы қырыққан пластикалық бұйымымызды шеті қолымызды жырып кетпес үшін. Екі жағы да қолымызға ешқандай қауіпсіздік несі сақталып отыр. Енді бұған біз көз саламыз. Ақ фетр матасынан көзді дайындап аламыз.
осындай жаңағы жасаған құтымыздан бізге 4 түр керек, мінекей. Көрдіңдер ма? Ең үлкені 15 сантиметр, одан кейінгі 10 сантиметр, одан кейінгісі 8 сантиметр. Мінекей, қыздар. Енді осының астына бәрін біріктіру үшін бізге дөңгелек кардон, қатты кардон. Оған да фетр матасын біз не істейміз? Жабыстырып аламыз. Мінекей балдар. Дәл ортасына жабыстырамыз да, шетін тағы да қырқып шығамыз, айналдырып. 5 сантиметр аралық қашықтықта қырқып шығамыз. Бұны да картонның шетіне қайырып жабыстырамыз клейдің көмегімен. Осындай шеңбер пайда болды, бізде. Енді осы шеңбердің үстіне біздің жасап алған құтыларымызды орналастырамыз. Ең бірінші жоғарғы тұрған биік 15 сантиметрлік құтымызды жабыстырамыз. Бұны да ыстық клейдің көмегі арқылы. Екі шетіне жаңағы 10 сантиметрлік құтымызды жабыстырамыз. Қаламдарымды дайындай беріңдерші, қыздар. Екі шетіне, енді ең кішкентай 8 сантиметрлік құтымызды дәл ортасына жабыстырамыз. Және мынандай қара маркер арқылы мынау құтыларымыздың аузын салуға болады. Әр түрлі неде? Біреу көңілді, біреу көңілсіз дегендей. Сабаққа керекті заттарды клейіміз бар.